5-6 ғасырларда араб түбегінде тұрған арабтарды бедуин деп атады. Олар жылқы, қой, түйе өсірді. Бидай, құрма, аққұба екті. Олардың тайпаларының басшыларын шейх деп атады. Ал ру басшылары саид деп аталды. Қасиетті орындары Қағба болды. Сол жерде құлшылық жасап, оның төрінде қаратас жерге тимей ауада тұр. Жан жағында әр тайпаның тастан қашалып жасалған тас мүсіндерге соларға табынған. Арабтар сауда жасады, Византия, Африка елдерімен және Үндістанмен. Мекке қаласы Арабиядағы сауда орталығы болды. Онда үлкен базарлар болды. Арабияның түбегінде 6 ғасырда жаңа дін ислам діні пайда болды. Ислам негізін қалаушы Мекке қаласынан шыққан Мұхаммед саллаллаху пайғамбар болды. 570-632 жылдары өмір сүрген. Жауырында пайғамбардың мөрі бар. 622 жылы пайғамбарды Меккеден қуады. Бүкіл мұсылмандар Меккеден кетіп, Мәдинаға кетеді. Осы қоныс аударуды хижра деп атады. Мұсылмандық жыл санау осыдан басталды. 630 жылы Мұхаммед саллаллаху күшейіп, әскер жабықтап, Меккені қайта басып, Қағбаны мұсылмандардың қасиетті орындарына айналды. Кім Меккеге барады, сол қажы атанды. Қасиетті кітабы Құран. Арабшадан аударсақ, ол оқу деп аталады. Исламның 5 парызы бар. Ол Аллаға иман келтіру, 5 уақыт намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, Меккеге қажылыққа бару. Діндеп араб халифаты құрылды. Оны Мұхаммед саллаллаху пайғамбар бастады. Халиф деп мемлекетті және дінді басқарушы адам. Әмірлер деп қала және басқа жерлерді басқарушы. Жермен айналысқандарды жер салығы ұшыр төледі. Иқта адал қызмет атқарған үшін берілетін жер мұсылманға. Пайғамбардың сол кездегі ең басты серіктері Әбу Бәкір, Омар, Осман, Әли болды. Арабтар енді ислам дінін тарату үшін қолдарына қылыш алып дін соғысын бастады. 640 жылы Палестинаны басып алды. 642 жылы Мысырды, Египетті басып алса, 640 жылы Сирияны басып алды. 634-651 жылы солтүстік Африкаға, 711-718 жылы Испания жерін басып алса, 645 жылы Иракты, 641 жылы Иранды, 705 жылы Хиуаны, 709 жылы Бұхарды, 714 жылы Шәшті, 705-715 жылы Хорезмді басып алды. Және де 737-748 жылдары Қазақ жеріне Талас өзенінің маңына кіріп, о жерлерде атлақ шайқасы болған болатын. Кейін 960 жылы Қазақ жерінде құрылған Қарахан мемлекеті ислам дінін мемлекеттік дін деп қабылдады. حي على